Армысыз көрермен, бүгін менің қонағым құрылыс маманы, жас кәсіпкер, желілік бизнес арқылы өз кәсібін дамытып отырған Ақгүл есімді. Бұйырса, Алла қаласа жақында көп балалы ана болады. Бүгінгі қонағым Ақгүл. Ақгүл, енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Саламатсыздар ма, Жанар ханым, саламатсыз ба? Енді жалпы өзіңіз қысқаша айтып өттіңіз ғой, есімім Ақгүл, өзім декреттегі анамын, 3 балам бар. Қазіргі таңда 4-ші бөпемді күтіп жүрмін, бұйырса, Алла қаласа. Жалпы өзім декретте отырып, қазіргі таңда онлайн жұмыс атқарып жүрмін. Қандай желілік бизнесте, жалпы осы желілік бизнеске қалай келдіңіз? Енді мен бірден келе қойған жоқпын, шыны керек. Менің өзім жалпы мамандығым құрылысшы. Жолдасым екеуміз енді бала болмастан бұрын мектепті, колледжді, универді бірге бітірдік. Содан кейін жаңа әртүрлі қалаларда, Петропавловск қаласында, Көкшетау қаласында командировкамен жұмыс жасадық. Яғни строительный материалдар бар ғой, жаңа құрылыс материалдарын зерттедік, лабораторияларда жұмыс жасадық. Лаборанттан бастадық, заведующий лабораторияға дейін көтерілдім. Содан осы Астанаға шақырып жолдасымды, национальный центр экспертизаға ол сонда келіп, бір айдан кейін артынан мен келіп, ол кезде енді квартира жалдап тұрдық, жаңағыдай. Содан жаңағы строительный лаборатория жұмысқа кіріп, сол жақта 2 жылдың ішінде заведующий лабораторияға көтерілдім, 7 жылдай жұмыс жасадым ол жақта. Одан кейін декретке кеттім, сол декретте бос отырмайын деп, басында жаңағы онлайн солардың жұмысын алып жүрдім. Содан кейін үйде бос отырмайын деген ниетпен торт жасап бастадым. Негізінде өмірімде тамаққа жоқ пісіріп білмейтін, тұрмысқа шыққалы. Сол жаңа декретте үйреніп бастадым, торт, сладости жаңағыдай, потому что үйдегілерім, жаңа қайнапаларым, жақындарым, көрші, сенікі күшті шығады, прям магазиндегіден де тәп-тәтті, кондитерлік магазиннен де дегеннен кейін сон жаңа көрейінші деп бірінші жолдасымның жұмысындағылар заказ бере бастады, кәдімгідей. Заказ алып жүрдім. Бірақ енді қымбатқа сата алмадым. Кондитерлік, жаңағы кондитерлер білет қаншалықты, жаңағыдай несі көп екен, жұмысы көп, шығыны да көп та оның. Содан сөйтіп жүріп, 2-ші балама беременна болдым, арасы 1 жылдан астам, 1 жыл жарымдай. Содан кейін барып көтеріп қойғаннан кейін барып, енді пенсионға жүру керек деген сияқты қайтадан жұмысыма сұранып шықтым, жұмысымды жасап. Сол жаңағы 2-ші ұлымды босанғаннан кейін барып, тағы да үйде отырғаннан кейін бірдеңемен айналысқым келді. Қазір ол кезде сондай уақыт басталып жатты ғой, жаңағы барлығы онлайн жұмыста, әйтеуір Инстаграм дамып жатқан уақытта, жаңағы адамдардың барлығы бір жақта путешествует, барлығы ақша тауып жатыр. Мен де жаңағы сондай бір нәрсемен айналысқым келді. Содан Инстаграмнан бір келіншекті, өзім сияқты, жаңағы баласы бар, семьясы бар, жолдасы бар адам онлайн жұмыспен айналысатын көріп жүрдім. Бір 6 айдай қараған шығармын, шыны керек. Содан кейін бар, мен де көрейінші дедім, мысалға енді. Мен сияқты адам ғой, ол жасап жатқан деп. Содан ол кісіге хабарласып, бүкіл толық информация алып, ең бірінші бизнесімді сол жаңағы Oriflame компаниясынан бастадым. Бұл компания өзі 20 жылдан астам болар, енді керемет, үлкен компания болғаннан кейін, әйтеуір пирамида сияқты емес, қазір неше түрі бар ғой негізінде. Сол жерден бастаған болатынмын. Ол жақта 2 жылдай жұмыс жасадым, көтерілдім жақсы. Ол жақта директор званиясын жаптым, премия да алдым, табысым да болды. Енді ол жаққа барғанда бір 30-40 мың тапсам айына жеткілікті деп барғанмын негізінде. Бірақ ол жақта енді 100 мыңнан астам табыс көрдім. Енді содан кейін барып, жаңағы декреттің уақыты бітті, жұмысқа шығу керек болды, тағы да жұмысқа шықтым. Бірақ уже онлайн жұмысқа үйреніп қалғаннан кейін наемный жұмыс жасағым келмейді, шыны керек. Білмеймін, бір ешқандай желанием болған жоқ. Содан кейін бір 3 ай ма істедім. Үйто әлең жасадым, ілініп, салынып, сол жұмысқа деген таңертең тұру, кешке келу, балалар садикқа апару, алып кету деген сияқты жаңағыдай. И содан кейін жолдасым айтты, мен дейтін бұл жұмыстар жасағым келмейді деп сөйдедім. Үйде онлайн бірдеңе жасағым келеді деп. Oriflame'да да жаңағыдай қатар алып жүрген болатын ол кезде. Бірақ енді ол жақта енді классикалық маркетинг план болғаннан кейін кішкене қиындау болды. Жаңағыдай ай сайын жасайтын заказдарым бар деген сияқты. Жаңағыдай бал күйу деген, енді оны жаңағыдай желілік бизнесті жасағандар түсінеді. Көп адам жасадым өзім. Айта беріңіз. Соның жаңағы сондай өзінің бір минустары болды да. Содан жолдасым айтты маған, лучше жаңағыдай
киім сату сондаймен айналысшы деп. Одан енді оның жоқ мен ондай қаламаймын деп оны тауын қайтара алмадым. Содан жаңағы инстаграмда опять-таки тағы бірдеңелер іздей бастадым. Содан жаңағы қазір тоже ол уақытта жаңағыдай ана муслиновый пижамалар шығып жатты ғой жаңағыдай күшті. Сондайдан бір поставщик тауып алып сөйлесіп жаңағыдай уже бәрін келісіп қойдық та. Қаншалықты суммаға товар осындай бәрін келісіп қойдық. Енді сонымен айналысам деп ойлаған отырған уақытта бір өзімнің таныс қызым тоже Oriflame жасаған. Ол тоже ол путешествиеге шыққан болатын Oriflame'нан. Сол хабарласып маған бір басқа компанияны ұсынды. Но до этого мен ол туралы естіген болатынмын. И маған қызықтырған ол компанияның артықшылықтары болды да жаңағыдай. Ай сайын заказ жасамайсың, жаңағыдай сондай бір күшті нелері болды. Бал күймейді, ай сайын кәдімгідей жұмыс жасап жүріп 21 күннен кейін күйіп кетпейді да. И сонысы маған ұнады. Сосын сіз енді білесіз ғой желілік бизнестің қыр-сырын енді зерттей бастаған шығарсыз. Сосын ана предлагать етіп тұрған кісінің өзіне де қарадым. Потому что ол маған сондай сенімді адам болды да, өзіме бір сондай салмақты, өзі сондай адам. Содан кейін и сол адамдаға да прям кәдімгідей сендім. Көп ойланған жоқпын, бір қарап шықтым да, келісімді беріп сол жерден бизнесімді бастадым. Енді қазір уже 1 жыл болады. Қазір тұрақты табысым 500 мыңның ар жақ бер жағы, үйде отырып балаларымның қасында отырып жасап отырмын, шүкір енді Аллаға. Енді мен даже бұрын жаңағыдай строительный компанияда заведующий болғанның өзіне де мен ондай табыс алған жоқпын, шыны керек. Қанша жұмыс көп, оның ауыр былай қарағанда. Объектларға шығасың деген сияқты. Қыз балаға қиын ғой негізінде былай. Сосын жақында Дубай қаласына тегін саяхатқа барып келдім командамен. Иә, Алла қаласа март айында Италияға барамыз тегін саяхат. Енді ол кезде менде уже срок. Білмеймін, енді бұйырғаны болады, бара аламын ба, бара алмаймын ба. Вот сондай жақсы жетістіктерге жетіп жатырмын, енді шүкір Аллаға. Керемет. Мен негізі өзім сол сетевой бизнесті істедім. Аздап болса да хабарым бар. Негізі мен де сол үйде отырғам. Ауылдық жерде тұратым. Біз осы Астанаға келген кезде. Астанаға келгенімізде бір 8 жылдай болды. Сол кезде мен де мектепте істеп жүрдім. Кітапханашы болып. Содан кейін маған үнемі қарай статустарым бар ғой, таныс қыздарым бар. Соның статустарында жаңа қойып тұрады да нелерін. Жаңа продукциясын, отзывтарын, сосын мен де бастап көрейінші деп бірінші бастадым біреумен. Несі ұнады да жаңағы товарлары ұнады маған. Сосын соны алып пайдаланып жүрдім. Бірақ андай жұмыс істеймін деген ой болған жоқ. Алдым, сосын соны жаңағы өзімнің де қатарлас жұмыс істеп жүрген қызметкерлерге тапсырыс беріп, сөйтіп жұмыс істеп жүрдім да. Содан кейін жаңағы біздің айтады ғой, наставник дейміз де, жоғарыда тұрған неміз кетіп қалды. Таныс тіркелген адам жоғарында. Білмеймін не себепті қалай кетіп қалған, бірақ жақсы жүріп жатыр еді, кетіп қалды. Содан кейін мен оны NL компаниясы ғой, сол жерде істеп жүргенде. Содан кейін пайдаланып жүрдім. Содан кейін декретке шықтым. Аяғым ауыр екен, қызым аяғым ауыр екен біліп, сонымен шығып декретке шыққаннан кейін енді анау нені істемедім NL-ді. Сосын сөйтіп жүрген кезде маған дайректке бір қыз не жіберді. Осылай ешқандай бір-ақ рет заказ бересіз, сосын жаңа команда жинайсыз деп, осы Rich Life, өзі Oriflame еккен істейді ғой, өзі Rich Life, сосын Diamond болып. Енді мен ол Rich Life дегенде, мен оны Oriflame екен білген жоқпын, Rich Life қандай деп, сонымен сөйтіп бір кезде продукцияның нелерін жіберіп жатыр жаңағы. Мен бұрындар білемін енді, одан кейін біле бермеймін ғой, мен Instagram не екенін білмедім, ол кезде мүлдем әлеуметтік желіні білмедім да ол кезде. Енді түсініп келатқан кезім ғой, жұмысқа шыққаннан кейін уже сол кезде жарайды, енді ойымда болды да, қарап қалмай бірдемені үйрене берейін, қазір дамып жатқан заман ғой, техниканың енді мен қалып қоймайын енді деп сонымен жарайды тіркеңіз деп, жаңағы мүлдем танымаймын мен дайректпен. Ол айтты, мен ауылда тұрам, жаңағындай сиыр сауам, үйде өзім сонда дамып отырмын, қазір осы табыс алып жатырмын деп жаңағы нелерін бәрін жібермей ма. Сосын мен де көрейінші, бастап үйде отырмын ғой ақыры деп, қарап қалмайын деп. Сондай бір немен тіркелдім мен. Ана қыз өзі заказ беріп, жаңағы несі көп екен, ішіне кіресің, анан енді оны білмедім, үйрендім, кейін келе үйрене бастадым. Сосын біраз жұмыс жасадым енді сол жерде жасап. Содан кейін үйде атам бар, енем бар, енді бала шағам бар деген сияқты, о сабағы бар. Бірақ сонда да тырмысып істеп, жаңағы продукциясын алып, оны сатып, жаңағы енді өзім пайдаландым, балаларға беріп, сөйтіп.
біраз неге көтерілдім, ана нелері бар ғой, өзінің деңгейлері бар ғой, көтерілетін. Статуста. Иә, там 6-ға, 9-ға, иә, сөйтіп Аха. өзім қуанып жаңағы көтерілген сайын сөйтіп 15-ке дейін барып, бірақ астындағы адамдар сен жұмыс жасамаса, сен қайтадан құлап қаласың, Иә, қайтадан иә, бастайды иә. екенсің. И сосын үнемі жаңағы телефонда отыруың керек екенсің да, хабарласып, оны системаны білетін адамдар енді істеген адамдар біледі ғой. Сосын еще құрылыс бар үйде, жаңағы шағын өзіміздің дәстүрлі бизнесіміз бар дегенде көмектесу керек. Сонда да қоймаймын ғой, тырысып. Енді ұнады да бір жағынан. Сосын ол жерде көбіне андай нелер болады екен, лекция өздері, иә, не істейді, айтады, тренингтар, Обучение, иә, онлайн, ешқайда шығудың несі жоқ деп сөйтіп. Бірақ көп нәрсе үйрендім негізі. Бірнеше жаңағы бизнес кітаптар оқып, өзім жаңағы сөйтіп дамыттым, бірақ кейін сосын жоқ болмайды деп қоя қойдым. Өзім сол уақытқа дейін істеген жалақымды алдым да, содан кейін жоқ, екі не келді да, таңдау келді да, сосын жоқ, мен қоям, басқа немен кетемін деп өзім сөйтіп не істедім, жаңа қойдым. Сонда айтайын деген, жалпы қалай ойлайсыз, қандай қасиет керек сол желілік неде бизнесті бір жетістікке жету үшін, қандай дағдылар керек? Орысша айтқан навыки, адам қандай сондай дағдыларға ие болу керек, қандай қасиеттер? Енді бар ғой, ол жерде біріншіден вообще адамның мақсаты болу керек, план болу керек. Қазір айтады ғой, тайм менеджмент деген мода ғой қазір деген, иә. Бәрі кәдімгі планмен жазылып тұру керек, сонда үлгеруге болады барлығына бір. Содан кейін жаңа навыки деп тұрсыз ғой. Енді бұл жерде жауапкершілік керек, үлкен уже команда образование жасағаннан кейін, артыңда үлкен команда болғаннан кейін, ол каждый сен шақырған адамға жауаптысың, иә. Ол кісінің табысқа шығуына, барлығына жауаптысың. Өзі енді былай жетістікке жетудің де бір жолы сол деп ойлаймын. Астыңдағы адамдарға көмектесем, табысқа шығарам деп өзіңнің өсіп кеткенін байқамай қаласың бұл жерде. Маған бір осы желілік бизнестің ұнайтыны сол. Қаншама адамнан алғыс аласың. Енді біздің қазіргі компания японская продукциямен айналысады ғой. Чисто Япониядан келеді кәдімгідей халал продукция. Қаншама адамдар. Қазіргі компанияңызды айтып кетсеңіз, қандай? Сол қазіргі компания Мэренхелс деп аталады, қазақстандық компания. Бірақ уже енді 12 елде прям заңды жұмыс жасап жатыр. Международный рынокта 3 жылдың ішінде. Бұл өте үлкен достижение негізінде. Тікелей Япониядан тасиды продукцияны. Японский завод, Итон, Алгая дегеннен көбі біледі ғой неге ол компанияларды. 134 жыл бұрыннан бері жасап келе жатқан компания. Жаңағы продукция өте күшті жұмыс жасайды бұл жерде. Реклама қажет етпейді действительности. Халал деп естідім. Иә, халал, аха. Қандай ұсынған осы не? Маркетинг планда жеңілді бұл жаққа, халыққа өтімді. Бұл жерде жаңағыдай бір-ақ рет продукция денсаулығыңа витамин алып, бизнес жасайсың, болды. Просто қарапайым денсаулығын дұрыстаймын деп келіп, бизнес жасап атқан үлкен кісілер өте көп. Жаңа айтып өттім ғой, Дубайға барып келдік деп. Дубайда 70-тегі даже бабушкаларымыз болды. Мен ұялдым ол кісілерден. Ол кісілердің табыстары миллионнан жоғары екен, иә. Сондай өзім ойладым, менің өзім 32-33-ке толамын енді. 70-тегі апаларымыз миллион тапқанда, менікі енді 500 бірдеңемін деп айту ұят, шыны керек, жаман ұялдым. Действительно, кәдімгідей ол кісілер айтады да, біздер бала шаға семья деп бұрын өзімізге қараған жоқпыз. Үй тек осылай күту, тамақ пісіру, біздің жұмысымыз сол деп ойладық дейді. Күйбең тіршілік. Саморазвитие болған жоқ біздің заманымызда. Қазір енді түсініп жатырық дейді. Ой, жастар, сендер путешествовать етіңдер, жұмыс жасаңдар деп бізге кәдімгідей ұялып қалдық действительности. Қазір сол 60-70-тегі әжелеріміз жұмыс жасап жатыр. Бізде в основном көбіне үлкен кісілер, жастар енді келіп жатыр қазір. Ол кісілер енді бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан шығар? Бір 2 жыл болғандар ғой, компанияның өзінің ашылғанына 3 жыл болды тек қана. Иә. Жалпы енді японский продукциямен айналысам, компания енді сатылумен айналыспаймыз біздер. Сатумен айналыспаймыз. Сол бір-ақ рет продукция алып қосылады компанияның бизнес партнері болу үшін. Көптеген аурулардан кәдімгі диагноздар, результаттар болып жатыр. Енді керемет результат. ютубта енді топ тұр, көбі білетін шығар. Көбі халық біледі, қазір жапондық өнім десе сразу біледі негізінде. Инстаграмнан, тиктоктан кәдімгідей. Бұған да мен ойлаймын, еңбек керек, иә. Сосын анау жаңа нелерді былай айтып кетсеңіз, навык қандай дағдылар болу керек желілік бизнесте жетістікке жету үшін, соны былай айтып кетсеңіз. Енді бірінші жауапкершілік, ответственность дейміз ғой. Сосын команда образование, қалай болады? Айта беріңіз. Командамен жұмыс, план болу керек.
Аха. Мақсат болу керек. Осы самый главный. Бастысы осы төртеуі ғой. Енді қарап отырсам, сіз енді үйде балаңыз бар, отағасы бар деген сияқты осындай неге жету үшін бір белгілі бір не болған шығар, қиындықтар болған шығар. Енді сіздерді бөлек тұрмаған шығарсыздар. Бірінші отбасыңызбен тұрасыз, тем более мынандай үлкен мегаполисқа келдіңіз. Қалай сол өзіңіздің өткен жолдарыңызды айтып кетсеңіз, қандай қиыншылықтар болды енді? Оңай деп айта алмаймын енді, бірақ енді қиын болатындай да ештеңе ондай қатты қиыншылық көрмедік енді, шүкір Аллаға. Енді осы бірінші Астанаға келгенде тоже квартирада жүрдік бірнеше жыл. Жолдасым, қайнапаларым барлығымыз бірге. Енді бір жарым жылдан кейін сол үлкен ұлымды көтердім. Сол жаңа строительствода жұмыс жасадым. Енді әр нәрсенің өзінің бір нелері бар шығар, бірақ енді қазір шүкір. Жаңаға мына желілік бизнесқа келгенде де кішкене қиыншылықтар болды. Жолдасым кішкене қарсы болды. Жаңада после жаңа Арифлеймді жасағаннан кейін. Ол міндетті түрде ғой бізде. Арифлеймді жасағаннан кейін маған жоқ, уже болды, қоя салшы деп, жаңағыдай керек емес деп, көрейінші, уақыт берсек кішкене деп жаңа сөйткен болатынмын. Сонда сол кезде жоқ, лучше жаңағы соны товар заказ бер, жаңағы муслиновый киімдер, дәстүрлі бизнес қой, сонымен айналыс деп маған сөйдеді да, бірақ оған білдіртпей жасап жүрдім. Статус сторисын бәрін тықсап жолдасымнан. Содан кейін бірақ енді сезеді ғой, енді телефон звондайды, сен біреуге айтып жатасың, түсіндіріп жатасың деген сияқты. Содан кейін барып мен айттым оған, қысқа мерзімде мен саған жаңағыдай нәтиже көрсетемін деп. Қысқа мерзімде нәтиже көрсеттім, бір айдың ішінде шығар, бір ай жарым ішінде ма, нәтиже көрсеттім. Уже үлкен табысқа шыққаннан кейін ол кісі не істеген жоқ. Қазір наоборот, біреу звондап жатса, балдарды өз тамақтандыра береді, бітіріп ал жұмысыңды деген сияқты. Қазір енді поддержка кәдімгідей 100% қазір қолдайды. Басында любой жаңа семьяда болады деп ойлаймын. Потому что желілік бизнеста бізде былай ғой, бәріне ойлайды, желілік бизнес десе бұл пирамида, бұл лохотрон, бұған ақша салады тек қана. Көбінің ойы солай да. Просто на самом деле жаңадай компаниялардың артықшылығымен маркетинг план салыстыра білу керек қой болды. Кішкене қарап, сол мен де ол кезде білмедім негізі. Енді ондай түсінігім болып жатты да, мен де сол бірақ мақсатым сол тоже көмектесу болды да, менде адамдарға бір көмегім тисе екен деген сондай болды. Бірақ кейбір адамдар соны түсінбейді екен. Кейбір өзіміз сияқты адамдар ғой, мен де сол астындағы тіркеген адамға сөйтіп түсіндіріп айтсам, мысалы жауапкершілік жоқ та көбісінде, бірақ алма піс аузыма түс деп ақшаны не істеу керек та, оларға солай кейбір адамдардың ойын байқайсың да, тез ақша табудың. Олай болмайды ғой, бұл онлайн болса да, бұл кез келген ақшаның артында еңбек жатады да, соның кейбір адамдар соны түсінбейді да, бір оңай нәрсе сияқты. Сен мысалға мен істеген нәрсені сіз де істей аласыз, сіз істеген нәрсені адамның жасағанын адам жасай алады. Соны кейбір адамдарға түсіндіре алмайсың. Енді біз өзіміз ұйықтайды, мысалға кейде звондап жатасың ғой, жаңағы өзің артында тіркеген қыздарға, сен ерте тұрып ананы мынаны істеп жатасың, үлгеріп жатасың. Енді бәрін үлгеру керек қой үйдегілерге. Өйткені үйдегілер мысалы күні бойы телефонда отырсаң, мысалға ренжиді ғой, үйдің тірлігі қайда қалды деген сияқты мысалы. Сондай бір қандай бір есіңізде қалған қиыншылықтар бар болды ма? Мына тастап кетем, ары қарай сондай кез болады ғой, мысалы екі нені ұстап, сондай кез болды ма сізде мысалға? Болады. Ол жаңағы енді мына компанияда емес, до этого жасаған Арифлейм компаниясында болған бірнеше рет болған шыны керек. Болдым, все уже деген уақыттар болды, бірнеше рет болды. Потому что ол жақта каждый раз адамдарды сүйрейтін жүресің. Каждый раз солай. Каждый 21 күн сайын каталог жабасың. Каталог жабатын күні балдарын қарау салады, памперс ауыстырылмайды деген сияқты, тамақ піспейді. Жаңа ал наоборот сен біреу үшін істеп жатсаң, ол адамдар бір жақта қыдырып жүруі мүмкін, сол күні суббота, воскресенье күні. Сондай кездерде шаршап кетесің, ой деп. Адам болған ондай энергияны жейді, прямо алады энергияны. Сондай болған. Ал енді қазір бұл жерде жоқ, ондай вообще мүлдем болған емес, шыны керек. Наоборот, каждый раз шүкіршілігімді айтамын Аллаға, именно осы жерге келгеніне шыны керек. Ақгүл, команданы қалай жинадыңыз, соны айтыңызшы. Мен ең бірінші осы жерге келгенде бірден екі подружкам айтты. Біреу сол күні қосылды, екіншісі 2 күннен кейін қосылды. Содан енді шыны керек, мен дейтін тума туыс қандар, жақын жоқтарым жоқ менің командамда.
осыншама табыс көріп жатсам да ешқандай бір Әрине. жақыным жоқ екен шыны керек. Бірақ айттым, просто айтып өттім, Аха. имей в виду мен осы жақта жасап жатырмын деп айтып өттім де болды, қоя салдым. Қосыл деп вообще айтқан Айтқан емеспін, ешкімге де айтқан емеспін. Сол жаңағы подружкаларыма просто айттым, осындай предлагать етті, мен осыған қосылсам ба деген ниеттемін деп бір подружкам айтқам. Мгм. Ол сразу давай көрейік деп, ол өзі сондай да, всегда андай Бірдемені істегісі келіп болады ғой кейбір адамдар сондай өзі жаңағыдай тоже строительство бітірген группалас подружкам, рисковать но салонда жасайды да, шаш бояу сондайды жақсы көреді өзі. Аха. Сондайда жасап жүрді, бірақ мен айтқанда осы давай көрейік деп маған. Мгм. Содан ол кезде екеумізде де ақша жоқ, Мгм. ақшамыз жоқ қолымызда. Сосын мен айтамын ақша жоқ бірақ қосылатын деп. Содан ол ақша тапты, екеуміз қосылдық сол күні, прям қосылдық. Енді сөйтіп жайлап қосылды. Енді мен деген шыны керек потом постепенно жаңағы сторис, статус дегендер бар ғой, Мгм. соларға салып отырамын. Сонымен жиналды менде команда. Өздері келеді, Иә, сонда өздері адамдар келеді. Мен дейтін енді сұрайды, ақпарат. бұрын ана Oriflame-да жасағаннан кейін уже звондайсың, сөйтесіз заказ ғой, ал деп айтасың деген сияқты, иә жаман. Сондайлар болғаннан кейін бұл жерге келгенде мен уже ондай методпен жұмыс жасамайын дедім да. Адам просто өзі келген қаладым. Прям мысалы жүрегі қалап тұр ма, келеді да. Например, білесің ғой, например, бір адамды көріп тұрсыз ба, сол адаммен жұмыс жасағың келеді. Приятный адамдар бар ғой. Сол өзім не істеген жоқпын, просто солай салам, сұраса айтам, болды. Солай келді адамдар маған шыны керек. Мен енді бұл жерде дейтін толопырлатып адам тіркеудің қажеті жоқ. Жеке өзім прям 8 адам шақырдым, 8 личник болды. Ары қарата енді қазіргі таңда командама, например, өзіме регистрация жасамаймын, бұл жерде тек қана команданы өсірумен командаға регистрациямыз, командаға көмектесеміз, солай. Бір жақсы осы да осы жерде и күймейді жаңағыдай. Барлығы накапливается, ты можешь, сен бүгін тіркелсең де 1 жылдан кейін жұмыс жасасаң да өзің білесің. Астыңда объемың тұрады деген сияқты. Осындай мынандай маркетингпен білмеймін енді сылтау айту ұят та. Ұят дейсіз ғой. Керемет. Тағы бір сұрағым. Жаңа айттыңыз ғой, не деп, күйеуім қарсы болды, иә, сол кездерде. Енді қазір қарсы емес деп. Жалпы қазір енді қазір көріп отырған қыз-келіншектер бар ғой, мысалы ойланып отырған. Соларға не айтарсыз? Қандай енді сұрақта не қоясыз? Қалай айтсам болады? Желілік бизнеске жету үшін құрбан ету керек қой бір нәрсені. Соны мен сұрағым. Қандай нелерді, қиыншылықтарды сіз айтқан жоқсыз ғой, былай не деп. Нақты болды ғой, мысалға нелер болған шығар, соны айтып кетсеңіз өзіңіз. Қиыншылықтарыңызды. Сол енді қиыншылықтар дегенде жаңа жолдасымның против болғаны, сондайлар болмаса енді особо енді ондай енді любой жерде, любой бизнеста все равно болады өзінің нелері бар ғой, бір жасағың келмейтін уақыт болады, шаршап кетесің, балаларың ауырады, мына жақта жолдасың, тағы бірдеңе деген сияқты ондайлар болды, конечно. Енді именно ол бұрынғы компанияда болды да, содан кейін қазір мен бір сондай бір нәрсені осы компанияға келгенде ондай мүлдем болған жоқ. Сол жаңа айтты ғой, бастамасына жолдасым, не надо деді, маған керек емес, лучше сол жаңағыдай товар заказ беріп, сол товармен айналысшы деген болатын. Сол болмаса, одан бөлек болған жоқ. Енді жаңағыдай сұрап отырсыз ғой, өзіңізді қалай не істейсіз деп. Былай ғой, бұл жерде нені жаңағыдай құрбан қыласыз деп тұрсыз, құрбан қылдыңыз деген сияқты, бірдеңе не істеу керек қой деген сияқты. Жоқ, бұл жерде просто бар ғой, адам уақыт жеткізе білсе бәріне үлгеруге болады деп ойлаймын мен. Мен де балдарым 3 балам бар. 3 бала мен кішкентай, 6-та, 4-те жас жарымда былай қарағанда. Мысалға таңертең ерте тұрасың, бір балаңды жаңағыдай курсқа апарып, подготовка апарып тастайсың, екіншісін тоже спортқа апарып тастайсың, ана біріншісін аласың да екіншісін алып кетуге барасың, еще үшіншісі қолыңда. Сөйтіп жүрмін, мысалға таңертеңнен кешке дейін жүремін, бірақ осы жұмысымды жасап жатырмын. Менің жұмысым, например, 24/7 телефонға жабысып отыру деген емес, онлайн жұмыс былай қарағанда. Әркімнің жұмысын өзіне распределять етіп жасаңыз, мысалға командаңдағы лидерлар болады ғой, ответственный адамдар, соларға бөліп беріп жасаңыз, уақыт жетеді негізінде. Мен особо бірдеңені құрбан қылдым деп айта алмаймын, потому что балдарым уақытлы сабақтарына барады, подготовкаларына барады, спорттарына барады. Барлығын. Жаңағыдай, иә.
жаңағыдай неге поликлиника больницаға барып оған да барып үлгеріп жатамыз, потому что мен жұмысым командировкада қазір Китайдың границасында, қазір тоже жоқ, ол 2 жұмаға кетті, келеді. Жолдасыңыз ба? Иә, жаңағы 2 жұмаға кетеді, сосын 4-5 күнге келеді, қайттан кетіп қалады. Солай да мен өзім тасимын балаларды. Машинамыз жоқ астымызда, машина айдауға қорқамын мен. Жаңағы таксимен, сонымен жүреміз. Білмеймін, енді үлгеруге болады деп ойлаймын, просто адамның өзінің желаниясы болса саның. Өзіңізді қалай дамытасыз? Белгілі бір нелерге қатысасыз ба? Тренингтерға, немесе жаңа онлайн курстар аласыз ба, немесе кітап оқисыз ба? Өзіңізді қалай дамытасыз? Курстарға қатысам, иә, кітап басып оқимын деп айта алмаймын, жасырмаймын. Мүлдем оқымайсыз ба? Арасында оқимын. Жолдасым алып келеді, мен жолдасым кітап оқуын жақсы көреді. Сол айтады, сол бастап айтқанда оқып бастаймын, содан қалып қояды, шыны керек. Бір кітап оқысам ұйқысы келетін адам бірі менмін негізінде. Жалпы курстарға қатысам, иә, жаңа Айнұр Тұрсынбаевның курстарына қатысқан жақсы көремін. Жанна Ислямова деген бар, тоже жаңағы прокачка, ақша жағынан сондай курстарға қатысам. Жалпы курстарға көп қатысам. Жансая Сабанбай деген бар, тоже инстаграмда көп білетін шығар, енді оны ислам жағынан. Сол кісілердің курстарына всегда қатысам. Жаңағы бала тәрбиелеу курстарына тоже жақсы, сондайларды жақсы көремін. Көп курстарға қатысам. Ақгүлдің балалық арманы қандай еді? Мен арманым әнші болатын негізінде. Көбісі әнші болуды қалайды. Потому что мектепте өлең айтатынмын, спортқа жақын болдым, жаңағыдай жеңіл гимнастикаларға. Сосын жаңағы 11 бітіріп, Орал қаласындағы өнер академиясын тапсырған болатын, грантқа, кәдімгі творческий. Ол жерде живой ғой, кәдімгідей бәрін экзамен тапсырасың. Сонда тапсырдым, бірақ онда 6 грант бөлініп, біз өтпей қалдым мен. Тек қана по всему Казахстану 2008 жылы ғой, тек қана 6 грант бөлініп, грантқа түсе алмадым. Жаңағыдай қасымдағылар платныйға тапсырып атты, ол кезде платный 170 000 теңге. Мен ауылдан шыққан қызбын, ондай ақша қайда? Өзім ол кезде мамам жұмыс жасамайды, папам өзі жаңағы ауылда биржада жұмыс жасайды. Ол кезде 15 000 теңге биржаның зарплатасы. Сол кезде папам қатардан қалмайсың, оқы деген, бірақ енді аядым, білдім дестесім. Жоқ қой, қайдан табады 170 000 жыл сайын. Содан қой, жоқ, болмайды. Ладно, ештеңе етпес деп не істесем де, сөйтіп Оралда онда жалғыз өзім білмеймін, қазір ойласам таң қаламын, өйтіп балдарын жібере алмайтын сияқтымын. Жалғыз өзім жүріп колледж іздедім. Грантқа түсу керек болды, сосын біреуден естіп алғаным бар, орыс группасынан тапсырсаң грантқа түсесің деп. Соны жаңағы агроколледжға барып, русский группаға бардым да, немді тапсырдым. Қандай мамандық дейді? Мен жалпы таңдаған мамандық қазақ әдебиеті ғой, енді творческийға. Бардым да айттым, маған грантқа түсу керек деп. Сосын ол кісі айтады, осындай мамандықтар бар дейді. Ол жерде енді жаңағы строительство бар ғой. Ол жерде былай деп жазылып тұр. Строительство аэродромдық дорог деп тұр. Күшті ғой? Иә, солай болып тұр. Апардым да соған тапсырып тастадым. Әйтеуір грантқа түстім, онда орыс группасына клейн орыстар. Өзім қазақ мектебін бітірген, ауылдан келіп тұрмын ғой енді. Сосын сол жерге келдім, басына енді тарихта неден сабақ айту қиын болды маған. Сосын ұятты қойдым да, айттым жаңағыдай. Мен 11 жыл қазақ мектебінде оқыдым, мен қазақша сабақ, конспектісін қазақша айтсам бола ма деп. Сөйтіп жарайды деді, көнді. Қазақша, орысша сабақ түсіндіріп не істейтін, мен жаңағы сұрақ қойғанда мен қолымды көтеріп қазақша жауап беретінмін негізінде. Сөйтіп соны бітірдік колледжді. Топта қанша болды сонда группадағы бала ма? Иә, қанша? Студент па 25 болды. Соның ішінде жалғыз өзіңіз? Иә, жоқ, қазақтар болды, бірақ бәрі орыс мектебін бітіріп келгендер ғой. Сіз иә қазақ. Мен қазақ мектебінде, соң ұялмай қазақша айтып жүр, ұялып баратын, бірақ енді не істейсің, амал жоқ. Бірдеңе шығу керек екен жерден деген. Содан сөйтіп аэродромдық дорогты бітірдім, соны бүйтіп біреулер сұраса, соны ona мамандыққа строительство тапсырып тұрмын, бірақ оны строительство екенін біліп тұрған жоқпын өзім. Просто тапсырып тастап тұрмын, грантқа түсіп мақсат болды да ол жерде. Ақша төлемей оқып шығайын деген сондай ой болды ғой. Сол кезде жаңағыдай қандай мамандық деп сұраса айтатынмын, стюардесса деп. Ана стюардесса деп. Стюардесса. Ана аэродром дегенге аэропорт деп түсінетін болып тұрмын ғой енді, мен қазір күлкім келді, ойласам вообще. Сөйтіп айтқан бір әлі сол құда балам сұрағанда стюардесса деп. Қойшы, ол колледжда не қылған стюардесса деп мені сұраған, ағылшын тілі жоқ деп. Соны сөйтіп бітіріп шықтым. Содан осы Астанаға келдік дедім ғой, Петропавлда, жаңағыдай Көкшетауда жұмыс жасадық, жолдасым екеуміз, группаласым жолдасым деген. Содан осында келіп жаңағыдай жұмысқа кіргеннен кейін Зіртік деген компанияда жасадым, строительный компания.
сол жерде лаборант болып бастадым, инженер лаборант болдым, заведующий лаборатория болғанда уже ол жердегі бастығым Алматыда университетке, строительный университетке өздері түсіріп өздері оқытты компания. Жақсы маман керек болған тұр ғой, енді содан олар технадзорға да оқытты мен деген туна. Негізі таптырмайтын мамандық қой, Иә. Қазір көп айтады неге жасамайсың деп, бірақ білмеймін, қазір уже онлайнға үйреніп қалдым шыны керек. Бірақ сіз алдында айттыңыз ғой, сол құрылыс маманы деген кезде мен күшті мамандық қой, тем более құрылыс заттарын зерттеу, иә? Иә, строительный материал, жаңағыдай мына шебен нелер бар ғой, соларды прям зерттейтінбіз. Ондай мамандар аз ғой, жоқтың қасы деп айтуға болады Қазақстанда негізі. Тамаша, сондай мамандықты не істеп, өзіңіз қазіргі жұмысыңыз өзіңізге ұнайды. Бастысы бірақ айтады ғой, адамға өзіне ұнайтын жұмыс істесең, ол жаңа табыс та береді, и барлығы жаңағы ойыңдағыдай шықса, кейбір жалпы қалай ойлайсыз, үйде мысалға әйел адамға негізі бір өзінің сүйікті ісі болу керек, иә. Барлығы бар болып тұрса да, ол адамға бірдеме жетіспейді, иә. Бәрібір бірдемемен айналысқысы келеді. Сондай кейбір адамдар түсінбейді ғой, мысалға, иә. Оған не керек, бәрі бар ғой, мысалға, жетіп тұр ғой, жаңағы үйінде несі бар, қамтамасыз етіп отырмын ғой деген сияқты. Бірақ сол негізі қате пікір ғой. Сол жөнінде не айтасыз, өзіңіз ойыңызды білсем? Білмеймін, мен ойлаймын өз басым жалпы біріншіден орта пайда болады да. Сен декретте отырғаннан кейін уже подружка дегендер негізінде білесіз ғой, өзіңіз қалады, иә. Еще біздер мен Оралдан келгеннен кейін Астанада ешкім таныған жоқпын. Мен әлі де танитын адамдардың көп деп айта алмаймын. Живой прям ортам аз менің деген. Но мен уже онлайнға үйреніп қалған. Чем қасымдағы адамдардан гөрі маған жаңағы осы чатта бірге отырасын, видеомен сөйлесетін адамдар кәдімгідей более жақын негізінде. Действительно өзімнің ортамды таптым деп айтамын. Қаншама жақ Қазақстанның, былай қарасаң, Қазақстанның қай қаласынан барған десең, сол жақтан бір кем дегенде 5-6 адам табылады да сенің командаңнан. Әрбір қарсы алып алатын, иә. Білмеймін, өзіме сондай ұнайды. Командаңызда әртүрлі шығар еді нелеріңіз? Әртүрлі жастағы? Иә, үлкен кісілер де бар, иә, үлкен кісілер де бар. Апайлар да бар, бабушкалар да бар, каждый саған алғысын айтып, батасын беріп, жаңағыдай сөйтіп отыратын. Білмеймін, өзіме жұмысым ұнайды, шыны керек. Каждый раз рахмет естисің да, мысалға қанша адамға көмектесіп жатырсың, қанша адам результат алып жатыр, қанша адам жазылып жатыр мысалға да, жұмыс жасамай ақ қойсын, просто результат алып жатқан адамдар бар да мысалға. Өмірлік миссияңыз? Өмірлік миссиям жалпы қысқаша айтсам адамдарға көмектесу. Иә, көп адам. Рахмет айтқанды, алғанды күшті көремін негізінде. Сөйтіп өзіңе табыс табу дейсіз ғой. Иә, енді өзің. Тамаша. Қазір мен сізге сұрақ қояйын, қызық бір сұрақтар. Егер де сізге балаңызды немесе жолдасыңызды қайсын таңдайсыз? Айтатын болса егер, балаң немесе отбасыңды десе, кімді таңдайсыз? Балаңызды немесе жолдасыңызды? Иә, балаңызды немесе жолдасыңызды таңдайсыз десе. Қиын сұрақ қойдың. Тиді жауап бер. Жолдасым бірінші. Иә, әрине. Жолдасыңыз өмір бақи қасыңызда ғой дейсіз ғой. Ақ па, қызыл ма? Ақ. Тағы да бір сұрақ қой берейін, тағы қызықты. Жұмыс па, әлде отбасы ма? Отбасы. Керемет. Біздің де бүгінгі сұхбатымыз бір уақытына жетіп қалды. Сізбен сұхбаттасқанына өте қуаныштымын. Көптеген қызықты әңгімелер болды деп есептеймін. Достар, егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жалпы пікірлеріңіз болса, осы астына өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Бүгінгі қонағымыз міне жас кәсіпкер Айгүл, сіздермен болған мен Жанар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.